Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өзім жасайтын ең жұмсақ нанның рецептісімен бөлісетін боламын. Рецептіні міндетті түрде соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Қазақша контентті қолдап қойыңыздар. Ең алдымен бір таза шұңғыл ыдысымызға сүтімізді құямыз, содан соң суымызды құямыз, және де біраз қасық тұз саламыз, біраз қасық қант саламыз, сұйық майдың жартысын құйып, жартысын ала тұрамыз. Қазір соңында қолданатын боламыз. Осының барлығын жақсылап бір араластырып алып, ұнымызды міндетті түрде елеуіштен өткізе отырып қосамыз. Аз ғана бөлігін алдымен қосып алып, осы ұнның үстіне ашытқымызды, яғни дрожжымызды салып, жақсылап барлығын араластырамыз. Дрожжды ұнның үстіне салудағы себебіміз біздің қамырымыз өте керемет көтерілетін болады. Және де барлығын бір жақсылап араластырып алып, қалған ұнның барлығын салып, қолымызбен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Бізде өте жұмсақ, қолға жабысатын қамыр шығады. Сондықтан жаңағы алып қойған сұйық майдың қалған бөлігін қосып, қайтадан қолымызбен жақсылап қамырдың иін қандырып, илеп алып, қамырдың бетін жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа көтерілгенше алып қоямыз. Менің қамырым 1,5-2 сағаттай тұрды, өте керемет болып көтерілді. Енді осы қамырды ыдысынан босатып, кішкене бір қайтарып илеп жібереміз де, қамырды теңдей етіп 2-ге бөлеміз. Яғни бізде 2 үлкен нан шығады. Әрбір бөлінген қамырды домалақ күлшелерге келтіріп аламыз. Қараңыздар, біздің қамырымыз өте жұмсақ болып шыққан. Нанның жұмсақ болуы ол қамырды жұмсақ етіп үйлеуіне байланысты. Содан соң қамырымызды нанның формасына келтіріп, қолымызбен, алақанымызбен баса отырып, дәл видеодағыдай форма келтіріп аламыз. Қасаңыздар, қамырды жасау барысында ешқандай да ұн пайдаланбаймыз. Өйткені біз соңында сұйық май пайдаланғандықтан қамыр қолға да үстел үстіне жабыспайды. Сондықтан ұн мүлде пайдаланбаймыз. Қамырымызды әдемілеп жайып алғаннан соң формаға орналастырып, тағы да бір қолымызбен жақсылап нанның формасына келтіріп алып, осы нанымызды бетін жауып 10-15 минутқа қойып қоямыз. Сол кезде біздің жаңағы нанымыз өте керемет болып көпсиді. Екінші нанымызды дәл солай жасап аламыз. Құрметті менің көрермендерім, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Мінекей достар, 10-15 минут тұрған нанымыз осылай өте керемет болып көпсиді. Енді саусақтарымызбен әдемілеп дөңгелек тәріздес етіп жан-жағын тегістеп аламыз да. Менде арнайы осындай нан шұқығыш бар. Сонымен қатты сініп кетпеу үшін осылай 3-4 жерінен басып шығамын. Егер ондай болмаса, шанышқымен бассаңыздар да болады. Және де нанның бетіне жұмыртқа жағамыз міндетті түрде. Және де әсемдік үшін мен осы жаңағы гүл тәріздес болып тұрған жерге мак сеуіп әсемдедім. Енді бұл маңызды емес. Және де алдын ала қызып тұрған 200-250 градус пеште қызартып пісіріп аламыз. Шамамен 15-20 минут уақыт аралығында пісіп шығады. Мінекей қараңыздар, біздің нанымыз өте керемет болып, үлпілдек булочки тәріздес болып пісіп шыққан. Міндетті түрде сіздерге дәл осы менің рецептім бойынша жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Шын мәнінде де өте жұмсақ болып шығады бұл нан, және де тез қатып қалмайды. Бірнеше күнге дейін өте жұмсақ қалпын осылай сақтайды. Ас болсын достар. Рецепт ұнаса каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар.